Егер де мен сізге пингвинлер алдын адамнан бекірек болған десем, сенесіз бе? Ава, бұндан миллионлап жыл бұрын жер жүзінде гигант пингвинлер жасаған. Олимпаслар Антарктидада һәм Жаңа Зеландияда 37-60 миллион жыл алдын жасаған пингвинлердің тасқа айланған қалдықларын тапқан. Олардың бойы 1,6-2 метр. Салмағы болса 100 килограммға шекем болған. Мысалы, Палеоптес кликаускай деп аталған түрі хақиқи гигант еді. Ол бүгінгі ең үлкен пингвин. Император пингвинінен 2 есе үлкен болған. Олар терең суда жүзуге бейімлескен, ұзын тұмсығы менен балықларды аулаған. Антарктидада климат сол дәуірде жылырақ болғаны үшін олар бүткіл материкте кең тарқалған еді. Бірақ климат өзгеруі һәм бәсекі себепле бұл гигантлар жоқ болып кетті. Бізге болса олардың үлкен сүйегілері һәм таң қаларлық тарихы қалды. Енді көз алдыңызға келтірің. Егер олар жоқ болып кетпегенде, бүгін пляжда сіздің қасыңыздан 2 метрлі пингвин өтіп кетсе, не қылар едіңіз? Сіз бұл мағлұматларды алдын естігенсіз бе? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.